деп. Енді мен заңгермін, заң жағынан кішкене шеберлігім бар. Ақыл сұрайды ғой сізден. Сұрайды, бұл елдегі аралдағы жағдайларды көтерсем қалай болады деп. Көтер дедім енді, көтер, дайындалып, не етіп, енді келмеймін мәжілістің отырысына. Мен айтайын қазір приблизительно ол кісінің образын. Бүйтіп тосын әлгі несін қағазын ашып енді оқиды отқан кезде жаңа 66 депутат күлмей ма? Содан кейін қойды. Содан кейін қойды. Мына айтайын. Себебі расында солай болды. Дұрыс. Бәрі оны депутат деп санамайды. Көбісі әлі артист деп. Сөйтіп санап кетті. Айтпақшы, алғашқы мамандығы актерлік болғанмен, Құдайберген Сұлтанбаев 1992 жылы 45 жасында Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінің заң факультетін бітірген. Енді Бауыржан жаңа тұңғышбай айтып кетті ғой. Мен енді артистер жағына көп жоқпын ғой, білесіздер ғой енді. Но Сайбера майқанап отырып айтқан кезде бар ғой, сілекейіміз ағып отырады. Салған кезде. Әлгі ол кісі партбюроның секретары болыпты ғой, 19 жыл секретар болды. Міне. Одан кейін әлгі Лавровтар бәрі келмей ме осында? Алматыға. Сол кезде сол кісімен қалай сөйлескен. Бас тарататын айтып берсеңші. Әрға тұңғышбай жылға саған шығады. Ана бас таратқанды білесіз бе тұқы? Шуда ғой, ол шуда. Сәбира апай бар, бәріміз шуда гастрольде жүрміз. Құдайбергенді қасымыз, біз ол кезде жаспыз. Еріп жүреміз, таң атқанша ол кезде қонақ. Екеуміз ән айтамыз таң атқанша. Соның бірін шудың үшінші хатшысы ол кезде партия орыс әйел екен, Татьяна Алексеевна Васильевна ма? Ол кісі үндемей отырады, Сәбира апай отырғасын үндемей отырды, анау жас. Сәбира апай әңгімені соғып басты алып келді. Мынаны тілдеден орыс болғасын, орысша сөйлеу керек қойын. Бір орыс отырғасын, біз сондаймыз ғой қазақ. Бір орыс отырса ортамызда 100 қазақ орысша сөйлейміз. Үлкен тойдың өзі біз бәріміз орысша сөйлейміз. Соны Сәбира апай мына Құдайберген сабағаны. Сәбира апай басты ұстап отыр, құлақты кезіп алып. Ана Татьяна Васильевна, это называется құлақу. Это дается самому маленькому. Ол кісінің Сәбира апайдың орысшасының бәрі аяқ жағында ұл болса, орысша деп есептелінеді. Құлағын береді. Так, это называется тылу. Это называется дают женщину. В нашем театре бастығы Азербайжан Мадиев Шуманбеті бұл. Миын алды бақта. Татьяна Александровна, это называется мию. Я вам его даю, деді. Откройте рту. Она говорит, ой, дебет. Эй, вы не брызгите, я руки милом мию, деді. Соны Құдайберген тура осылай болмаса да, Құдайберген соны солай жасап алды. Яғни миниатюра жасады. Енді Сәбира апай тура сол жерде толай жасамаған болуы мүмкін, бірақ Құдайберген көркемдеп, осыны үлкен әңгіме қылып, кәдімгідей миниатюра қылып, елге таратып жіберді. Ол Сәбира апайға деген бұның өзінің ерекше ілтипаты да, және сол жерде отырыстағы өнерге деген ықыласқа ілтипаты болды. Жалпы енді Орекеңдер айтады ғой, талантты адам барлық жағынан талантты болады деп. Құдайбергенді көріп, осы сөздің растығына көзің жетеді. Ана кімді айтып кетейін. Жаңағы Сәбира апамыздан шығады ғой. Сол Құдайберген жаңағы Тұқаңның айтқаны сөзін шыңдайын деп отырмын. Сол апамыздың айналасында бір керемет біздің бір монолог жасап алған. Сонда өзі сондай тамаққа қора кісі болған екен жаңағы Сәбира апамыз. Тамақ ашқарақтау жаңағы. Тоқтау ғой. Иә. Sonra дастарханға келген дейді, ешкімді күтпейді дейді. Әкелген нәрсені бәрін жібереді. Ой, айналайын, кел, мынаны өзің жасағансың ба? Ту, мынаны әдемісін-ай. Тәтті екен, ананы, мынаны жеп, сылқиып тояды дейді. Сосын анау үлкен тамақ келеді ғой. 5 бармақ келеді. 5 бармақ келсе айтады, кәдімгідей ренжиді дейді отырып алып. Айналайындар, мына үлкен тамақ келеді, неғып айтпадыңдар маған. Мен тойып қалдым ғой, мен не болды енді мынау? Сөйте дегенде тарелкаға салдырып, қолын салып айтады дейді. Ең болмаса қолым салып отырайыншы деп айтады. Связь болсын дейді. Иә, сонда қолымды салып отырайыншы, связь болсын деп айтады. 5 бармақпен маған связь болсын. Осы әңгімені бір жалғасын айтып жіберейін. Сол Құдайбергендер Сәбира апай бар ішінде Созаққа барыпты, оңтүстіктің. Сол жаңағыдай несі жақсы, тамақтың бәрін жегеннен кейін енді үйіпке тар, сонда жерін ағытып қойыпты кішкене.
Құдайберген айтады оны. Иә. Атып қойды, соны әбден сый-сияпатменен шығарып салды дейді бері, сол жақтың шекарасына. Соны бір төбе бар екен шекарада. Сол төбенің басында ауданның хатшысы апайды құрметтеп, келген театрды сый-сияпатын жасап, құрметтеп шығарып сонан риза болған сонша Сабира апай түрегеп тұрып не айтты дейді, ақ тілегін. Иә. Халқыма ризамын, еліме ризамын деп қояды дейді. Сөйсе сыртында плажы бар, үй төмен түсіп кетіп барады дейді. Нәтіл Асан Ләшім Сабира апай деп көзімен ымдап ишара қылса, немен сөйлегенде бәрін маған қарап қалып тұрсыңдаршы деп айтады дейді. Содан қайтадан тілегін кетір, соны түсіп барады бір кезде доптың мұлақ қойып аяғын астына түсті дейді. Екі кісі былай қарай. Маны босатып қойған ұмытып кеттің ғой, Сабира апай. Сол бүйтіп қарапты да, не дейді деп былай қарай аттап тұрып, ай мына өзім екпін екен ғой деп қайтадан киіп алды дейді. Оқиға болды ма, болған жоқ па, болған болу керек. Сол Құдайберген енді майын тамызып айтқанда күлмес қанды күлдіретін еді ғой. Ол кісі мына грим жасағанда енді асықпайды. Ол анау мына жақтан ана тоқсын байғұс қайта-қайта 100 рет келеді қасында. Ой болсаң ішіп не асығып, қай жаққа кетіп барасың? Қазір барамыз. Секунд шығады сахнаға. Ана сахнаның артына бар бекерге тұрған жек көреді. Ана гримді енді сұмдық енді салады. Ана костюмді оның алдына дайындап, өзінің жаңағы несін ана кішкентай бір қорапшасын ашады. Оның ішінде бөлек грим. Ананың ішін ашады, өрді жаңағы париктер. Сұмдық дайындалғанда. Содан кейін орын сосын жүрген жерінде қай жерден кімнің аузынан қандай қызықты әңгіме шықты. Өзі кішкентай мында кітапшасы болатын. Үйде болу керек сол кітап, жазып аласың, соның бәрін жазып отырып, өзі почеркісте керемет еді ғой. Бәрін жазып. Бүкіл елді аралап, Сонда өте ізденгіш еді. Жаңа Тұқаң дұрыс айтады, мына актер негізі өте ізденгіш болу керек қой. Соны әр ізденген кезде, жаңағы мысалы Сабира апайдың қасында жүріп, жаңағыдай іс-әрекетін, қимылын, әлі жерде біреудің құлап атқаны, біреудің тос айтқаны, жүргені, тұрысы салып жүріп. Содан кейін ол кісі рөлге шыққан кезде, ол керемет партнер еді. Мысалы үшін енді қасына шығып ойнаған кезде мен көп нәрсені сол кісіден үйрендім. Мына сценический свобода деген болады ғой бізде. Мына сахналық еркіндік. Сосын мына жалпы эстрада әртістерінің ең мықты қаруы бұл мынау тапқырлық, импровизация. Баяғыда Мейірман марқұм екеуі нені ойнайды? Лектор. Жоқ, лекторды бұрдан несін айтайын деп отырмын. Лекторды айтып берем. Құдайқан Мейірман екеуі сценарий бойынша класстастар. Мейірман енді ертерек қалаға кетіп қалған таксист. Құдайқан заветті бітіріп ауылда істеп жүрген бір ветврач па или зоотехник па, сол бір жиналысқа келген Алматыға. Ол кезде как раз мынау көшелерді қазақтандыру сол проблема жүріп жатқан кез. Кейін соған арнап миниатюра жазылған ғой. Бірақ ол миниатюра жаңағы біздің Османхан ағамыз сияқты бір сөз қалып кетсе ойналмайды ары қарай. Жалғаспай қалады. Содан Мәкең марқұм енді кейбір кезде бір настроениясы болмаса, Мейірман марқұм анау сөз шатастырады деді бар. Ол ана Құдайкен ең жек көретін нәрсесі. Сөз шатасты ма партнер ол жыны шығып психовать етеді. Сонымен ана келіп такси, қалай келдің? Ауламын ба? Ана мынау сен таксимен келе жатыр. Мейірман таксист, Құдайкен қасында да шляпасы бар. Соны сұрайды, мына көшенің атын ауыстырмапсыңдар ғой дейді. Сосын айту керек, мынандай көше, содан кейін ана көше, ол көшеден кейін анау туу керек. Сосын Мейірман сөзін шатастырып қалған. Сосын Құдайкен де қоймайды. Жоқ, мына көшені айтпадыңыз ғой дейді Мейірманға. Сөйтсе Мейірман айтады, қайсы көше дейді. Ой, жаңа көше. Ой, ол көшеден өтіп кеттік қой дейді ол. Жоқ, өтіп кеткенде сол көшенің атын айтшы, сол не көше дейді. Бұл да қатып қалған еді, қоймайды. Сөйтсе Мейірман аттылық айтайын деп сигнал береді. Дүт, жоқ қарай, қарай. Бір қарай жолдың шығып кеткен, ары қарай кетіп барады. Мына көше мынандай дейін деп баса, жоқ дейді, маған ана көше керек дейді. Сөйтсе Мейірман ақырында айтады ғой, өй, жерде қай-қайдағы сұрай бедір дегенсің. Сондай керемет жаңағы партнерлық, мынау сахналық жаңағы үйлестік. Сол ана жаңағы Мейірманмен жаңағы Тұқаң айтып отқан лекторы. Ол енді бір классика. Ол енді шедевр. Ана кім істегенде Құдайкен ана тауып алған образ, ана парик. Содан кейін ана лектордың костюм, ана жүріс. Сұмдық енді. Ол енді онша-мұнша мықты Мемін деген спектакльға айырбастамайтын дүние ана.
ана мейірман енді именно соның қасынан табыла қойғанда ол кісінің жаңағы мұрты түрі ана шайнегі ана келеді деп оқиды ғой жаңағы көзінде ашки құдекең мен примерно сап берейін сөйтіп келеді айтады бүйтеді сосын айтады жолдастар мәселенке Қытайда арақ ішкен адамдардың қолдарын шауып аяқтарын аспаннан келтіріп іліп отырған бірақ ол бейбақтар сонда да араққа қол соғуын қоймаған сөйтсе қасында тұрған мейірман айтады ойбай сол Қытайдың алдында бір 50 грамм дейді шай ойбай шайдан дейді сен өзі шай дей бердің мына шайыңды өзі сұрамай-ақ құйып бере бермейсің ба дейді ойбай енді мынау халық отыр ғой халық отырса енді шай ғой шай ішіп тұрмыз ғой дейді құяды ал енді мәселенге Индияда десе мейірман айтады ойбай сол Индияның алдында тағы бір 50 грамм ойбай бір пиала шай ол Индияға барып келгенше кім бар кім жоқ дейді неғып жібермейсіз ба дейді ғой сөйтсе құдекең айтады ғой сен бала өзім мен сені бір көшелі бола ма десем өзің бір көргенсіз бала екенсің дейді ой неғылайық дегенше сұрамай-ақ неғыла бермейсің ба ой қазақы бала емес деген не болды шатастырдың қай жерге қай жерге содан айтады сөйтеді да товарный транспортный наклонный дейді мынау қайдан шығады ол өзінің находкасы сөйтеді да мына қағаз қайдан келген дейді бүйтіп қарайды содан кейін спискті оқиды содан кейін тағы бір спискке кетіп қалады ұлан үзібәли еркебұлан құдайберген дейді мына қайдан кетіп қалады тағы қой әйтеуір соның бәрін ойнап келеді де содан кейін айтады біз неғып тұрмыз дейді ананы уже екеуі қызған шайдан сосын айтады сен мынаны неғып жатырмыз өзі бұның бір закүске пакүске су деген бола ма дейді сөйтсе мейірман айтады ойбай анау келіншектің үйінде дайындап жатырмыз ғой дейді сен келіншек деп қоймадың қақылдап қоймайды ол келіншектің байы бар ма байы жоқ па дейді сөйтсе мейірман айтады ғой ойбай бірау сөзіңіз ғой бай болса жоқ жібереміз ғой дейді тегай дейді анау отыр сөйтеді да біздің ауылдың балдары ғой дейді жақында армияға кетеді дейді ой айналайындар армияға кетсеңдер кет бітіңдерші мына баламыз сүретін болды лекторды екеуі айтады ол жаңағы сөзін ұмытып қалғанда ғой мейірман ана сөзін айтпай тұр жүрмей тұр миниатюра сөз айғай залға мен құдайберген күлуден шаршайтын не айтса тырық күле берем айтқаны маған әуес Қызылорданың сөз саптауы да бөлек соған мен аузым ашылып күле берем содан болған болу керек менің қасына алғаны әйтпесе менің онша құдай сүйер қылығым жоқ неғып менің қасында болғанымды кейде білмей қаламын жалпы тамашаны бастарда сол құдекеңнің ерекше әзілдеріменен сол әзілді халыққа жеткізудің қамында болған шаруа екеуміз салпаңдап Петерборға дейін барып келдік Петерборға барғанда халықаралық 6-шы бүкіл одақтық жаңағы конкурс әзілкештердің қылжақбастардың сол екеуміз қылжақбас болып кеттік та Оспан Қадабаевтың балық деген әзілін оқимыз деп сонда Әзірбайжан мәдиші Мәмбетов ағамыз біз екеумізді былай жақсы көретін бірақ екеуміз атымыз атамайды трипачи сонда Ленинградта ол кезде Ленинград қой енді Аркадий Исаакович Райкин төрағалық еткен конкурстан екеуміз бірінші турдан өтеміз деген ойымызда жоқ қоятын түрі жоқ оның үшін еврейлер жүр орыстар жүр олардың қасында бір автор бір толкач бір Аркадий Райкинмен сөйлесе алатын режиссер дизайнер бәрі жүр біз екеуміз қалай сапаңдадымыз қолымызда домбыра екеуміз Ленинградта қыстың көзі ол кезде 80-ші жылдар 79-ші жылдар ол кезде олимпиада болады деп біздің магазиндердің бәрінде зат жоғалып кеткен екеуміздің 5-6 жас баламыз бар соған пальто іздеп жүрміз біз конкурсқа барып жүрген жоқпыз жаңа 32-33 размер пальто табылмайды екеуміз бірімізге не болса бәрі өтпейміз ғой
Біз қазақша айтамыз ғой, ол жерде бәрі орысша. Бәрі өтпейміз, тезірек пальтоны алып алайық та қайтайық деп. Пальтоны алып қойып, қой құрысын қайтқанымыз 3 тұрғада қалдырды бізді. Аркадий Исаакович Райкин. Мына, вот эти двое казахов дейді. Что-то интересное говорят. Түсініксіз, бірақ қызық қой олар. Ақыр бізді сол дипломантқа дейін, лауреатқа дейін алып келді. Айтпақшы болса, 6-шы бүкілодақтық эстрада артистері конкурсынан дипломант болып оралған соң, көп ұзамай тамаша дүниеге келді. Алғашқы кезде тамаша студияда түсірілетін телебағдарлама болды. Ереке болғысы, сіздер қатарлы бәріңіз бір маусымда Құдай берген, бәріңіз депутат болдыңыздар, халық қалаулылары. Сонда Құдай берген досымызды біз қалай құттықтаудың ебін таппадық. Соны барып айттық, Құдайге мінекей 50 жасқа келгеніңде сен үлкен депутат болдың, қайраткер. Біз есептедік, 50 жылдың ішінде әрбір адам күніне 2 литр су, 1 килограмм ет жесе, сонда 50 жылдың ішінде біз есептеп шықтық, сен 18.615 тонна ет жепсің, 37.230 литр су ішіпсің. Осыншама дүниені артқанда кәдімгі үлкен вагон болады ғой. Осының бәрі қайда кетті дедік. Ол айтты, мынау тамашаға кетті. Қазақтың қалжыңына кетті деді. Ал енді бұдан кейінгі күш қуатының барлығы мінекей үлкен мынау сатираны қоя тұрып саясатқа жұмсайтын болдың ғой дедік те. Сөйтіп біздің бір құттығанымыз бар еді, Бауыржан. Сені мына енді айпатында бірдеңелер бар еді ғой, соны көрсетпейсің бе халыққа? Мына жерде енді Құдайкеңнің ол қай ойнаған образы қай рөлін көрсетіп үлгере аласыз. Бұл жерде мыңдаған рөлдер бар. Соның ішінде міне. Мұның қайсысы болса да. Иә. Бұл кісі өзі әнші. Бұл кісі мынау Қызылорданың несімен айтқанда домбырамен термелерді онша ақыныңнан мақтайды. Үлпілдеп, келмей қойды күлкімдеп, сен дарас, ол дарас, ағайында дүр дарас, тоң төріс болып жатып ап, кемпірменен шал дарас, анау дарас, сіз дарас, жігітменен қыз дарас, жөнден неге күлмейсің деп сол қыздармен, біз дарас, ой, біз дарас, ей. Осыны айтайын. Мен Құдай бергенді тамашаны Құдай бергенмен тұңғышбайлар көтерсе, осы тұңғышбаймен Құдай берген тамаша көтерді, бірін-бірін көтеріп, осы халықтың еліне жарады ғой енді, бірін-бірін көтерді. Соны тамашаға 5 жыл болғанда біз Созақ ауданына бардық, Досыбай Шерімқұлов аудан басшысы шақырды. Мына Құдайкеңді ертіп кеш халық көрсін, сағынды деді, көргісі келеді. Соны бірге бардық. Біз енді қанша концерт көріп жүрміз. Бір 15-20 адам жабылып бір 2 сағат концертті береді ғой. Ал бір өзі, жалғыз өзі, 5 сағаттан елдің алдында тұрып талмай, жұрттың езуін не құлан сыртына шығара жіберген өз көзіммен көрдім. Міне талант деген осы. Иә. Туған екеуінің ойнаған бір несі бар екендерде. Бір кісіге цыплатча табаканың етін неге түгел әкелмегенсіз? Мен онда білесіз ғой, сыр жүгіріп, зырылдап жүріп, бір аяғы манда, бір аяғы мында жүріп байқамай, ол кісінің тарелкасына ақсақтау түсіп кеткен. Қара бұрт, қара шаш. Ақсақтау түсіп кеткен неге? Тарелкеге. Қара бұрт, қара шаш кезгір дейсің ғой. Енді мына жерде мынау Көпен аға, мынау Құдайкеңді еске алып, көз көрген деп азаматтардың бәрі еске алысы әңгімелер болып жатыр. Мына жерде отырған енді жас болғаннан кейін кезек күтіп сөз сөйлеуге батамай отқан Құдайкеңнің тұяғы, бұл жерде ұлы мына Еркебұлан отыр. Сол Еркебұлан енді бір-екі ауыз әңгімеңді айтып, Құдай бергеннің баласы қандай, Дәкенің ұлы қандай, сырттай ат жөн естігенмен, оның енді бір көруге елдің бәрі де зар ғой шынында да. Бұл қуаныш. Әрине. Көрінуің керек айналайын. Үлкен рахмет сіздерге. Шынымен де бүгін жақсы осындай бағдарлама өтіп отыр. Осы шынымен де әкемді көргенде болып отырмын, жаңағыда сіз салғандай. Үйде бір жұмыс істеп жатса, папа көмектесейін десем, жұмыс істеткізбейді. Сен істей алмайсың, оны үйрену керек. Неге десем, өйткені мен теміржолшының баласымын, ал сен народный артистің баласың дейді маған. Құдайкең бір неге дайындалып жатырмыз.
бір концерті болайын деп жатыр. Біз как раз Леспек екеуміз келіп қалдық. Десе Құдекең өзі бір мынандай нелерге құмарды, бір жақсы жазатын бір әдемі ручка. Ол басқа нәрсені қарамайды. Бір ашки сондай нәрсені. Сөйтіп жаңа өзінің жақсы көретін ручкасын жоғалтпақ ғой, сен енді баласына көз есіңде бар ма жоқ па?